Қайырлы күн. Қызылорда облысы Достар Медлайн клиникасының күндізгі стационар мейіргері Нұржанова Индира Қалбековна. Сіздерді бүгінгі бір күндік жұмыс барысымен таныстырғым келеді. Күндізгі стационар 2020 жылы 7 маусымда қабылданған 106 бұйрық бойынша жұмыс жасайды. Қазақстан Республикасының стационарда алмастыру жағдайында жасалатын медициналық көмектер болды. Күндізгі стационарда науқастар жоспарлы түрде тексеріліп, ем ала алады. Күндізгі стационарда алғашқы жұмысым егу бөлмесін дайындаудан басталады. Барлық инфузиялар және инъекциялар дәрігердің толық тағайындау бойынша жүргізіледі. Біздің күндізгі бөлімде науқастар осындай идентификаторлық браслетпен идентификацияланады. Инъекция жасардың алдында осылай бірінші идентификация пациенті жүргізіледі. 5 ережеге сай, яғни оның біріншісі идентификация пациенті, екінші дұрыс дәрі, үшінші дұрыс доза, төртінші дұрыс уақыт және бесінші дұрыс енгізу жолы болып табылады. Әрбір науқас үлкен жауапкершілік. Сол себепті күнделікті науқастың жағдайын бақылап отыру біздің міндетіміз. Халықаралық 6 ереже бойынша, яғни бірінші идентификация пациенті, екінші ақпаратты дұрыс жеткізу, үшінші қауіпті дәрі-дәрмектермен дұрыс жұмыс жасау, төртінші ота аумағын дұрыс таңдау, яғни хирургиялық, бесінші қол жуу гигиенасы, яғни аурухана ішілік инфекцияның алдын алу, және алтыншы ол құлаудың алдын алу. Осы 5-ші тармағы бойынша аурухана ішілік инфекцияның алдын алу, қол жуу гигиенасын көрсетіп өтті. Мейіргердің жұмысы бұл қамқорлық пен кәсібилік. Мейіргерлік бұл маман емес, бұл жүрек таңдауы. Назарларыңызға көптен көп рахмет.